Соңғы 10 жылда елде бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында 2 триллион 800 миллиард теңгеге 16.300-ден аса жоба қаржыландырылды. 2025 жылға дейін ұзартылған бұл бағдарламаның талаптары біршама жеңілдетілген. Салалық шектеулер жойылды, кәсіпкерлерге арналған мөлшерлеме 6% болып бекітілді. Субсидияланатын несие құны 2,5 миллиардтан 7 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылды. Мемлекеттік бағдарламаның іске асу барысын тілшіміз тарқатып айтсын. Бұл бас қаладағы үміт деп аталатын томотерапия және ядролық медицина орталығы. Бұл жерде қатерлі ісікке шалдыққандар ем алады. Кешенде сәулелі емдеу аппараты бар. Мұнда 2 қондырғыны алуға Бәйтерек холдингінің даму қоры қаржылай көмек көрсеткен. Бизнестің жол картасы аясында субсидияланған мыңдаған жобаның бірі осы. Қазақстанда мұндай аппарат жоқ. Біз жалғыз өзіміз осында. Эффективності өте жақсы, 60-тан 95%-ға дейін ісіктің белгілері жойылды. Міне бизнестің жол картасы аясында алынған аппараттың қатерлі ісікті жоюдағы рөлі орасан. Жалпы жылдан жылға Бәйтерек холдингі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жобаларды қаржыландыру көлемін ұлғайтып келеді. Мұны арнайы брифинг кезінде басқарма төрағасының орынбасары айтты. В 2018 году поддержано 1432 проекта на общую сумму кредитов 173 миллиарда тенге. 2018 жылы 173 миллиард теңгенің 1400-ден аса жобасы, ал 2019 жылы 154 миллиард теңгенің 2402 жобасы мемлекеттік қолдауға ие болды. Жыл сайын бағдарлама аясында бизнесті дамытуға арналған қаржы көлемі ұлғайып келеді. Әсіресе қайта өңдеу саласындағы жобалардың саны артуда. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің алдында тұрған міндет кәсіпкерлер қатарын көбейту. Қазір елдің жалпы ішкі өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесі 30,8%, ал бұл көрсеткішті холдинг 2025 жылға қарай 35%-ке дейін ұлғайтуды көздеп отыр. Қорған Төреқожа, Наурыз Базаров, Хабар 24.